Ассалаумағалейкум бауырлар. Көпшіліктің сұраулары бойынша бидайды қалай өсіріп, пророщенный пшеница деп айтып жатырмыз ғой. Одан қандай өнімдер шығаратындарымды соған осы видеоны бастаймын. Бірнеше видео болуы мүмкін. Қарап отырыңыздар. Міне мынау бидайды деген жақсылап 10 шақты рет жуу керек жақсылап. Өйткені бұл енді қамбада жатады, даладан келеді, неше түрлі нәрселер аралап кетеді дегендей. Бұл енді басында кір болады қатты. Сол үшін жақсылап жуып, суыңыз осындай тап-таза болғанша жуу керек. Желательно жылы су кішкене ыстығырақ қылып жусаңыз да болады. Өстіп жуып болғаннан кейін, осылай ыдысқа салып, сосын кішкене марганцовка қосыңыз. Міне. Осылай кішкене марганцовка, өте көп керек жоқ. Марганцовка қосып, сосын оны араластыру керек. Көрдіңіз бе, марганцовка қосқанда қандай цвет болады. Көп керек жоқ, осылай. Өйткені бұның ішінде анау бұран микроб бірдеңкелер болса, өлу керек та. Осылай, міне қазір сағат таңғы сағат 9, бұл кеш батқанша тұру керек. 10-12 сағат тұру керек та, короче. Сосын кешке жақын жатарда бұны ары қарай не істеу керек екенін көрсетемін. Міне сағат кеш түнгі 12:30 болды. Бұл бидайлар әбден суға тойып, суды ішіп, міне көріңіз бе, дәу-дәу болып сініп тұр. Осы моментте бұның ішінде активизация деген нәрсе жүреді. Яғни бұл уже тірілуге дайындалып жатыр. Бұның ішінде жаңағы өсу процесі, бидайдың өсу процесі басталды. Енді бұны жақсылап бірнеше рет жазалап жуу керек та. Сосын жаңа жұқа тарелкеге салып, үстін дымқыл тряпкамен басып қоямыз. Сөйтіп бұл таң атқанша тұрады. Таң атқанда, Алла қаласа, деді сағат 9-дарда бұл уже өсіп шығады. Сосын жалғастырамыз. Ассалаумағалейкум бауырлар. Міне ертеңінде сағат 9 болды. Яғни бір сутка өтті. Бір суткада біздің мына бидайымыз міне өсіп қояды. Көрдіңіз бе, міне қылтайып өсіп жатыр. Түнде біз бұны жақсылап жуып, осындай ыдыстарға салып қойдық. Сол кезде мен активизация жүріп жатыр деп айттым. Активизация деген ішіндегі бар витаминдер көбейіп, 10 есеге көбейеді дедім ғой өсіп жатқан кезде. Сөйтіп үлкен күшті энергия создаваться етіледі. Энергия создаваться етілгеннен кейін соның арқасында бидай өсіп шығады. Осы моментте біз оны пайдаланып жеуіміз. Ассалаумағалейкум бауырлар. Мына өскен бидайдан өнім шығару жалғастырамыз. Мінекей, мына өскен бидай алдыңғы видеода мен көрсеттім. Қалай өсіргенімді бәрін. Енді өскеннен кейін мынандай мясорубкадан өткіземіз. Мясорубкадан өткеннен кейін сосын міне мясорубкадан өткен түрі. Енді осыдан сүт жасаймыз. Қазір бірінші өнім сүттен бастайық. Мынау мясорубкадан өткен өсірілген бидайға осылай салып аласыз да, сосын жылы су құясыз. Міне жарты литрдай жылы су. Сосын бұны жақсылап араластырасыз. Пауза. Мына суды құйғаннан кейін жылырақ су болған дұрыс. Сонымен жақсылап араластырасыз, міне сүті шыққанша, я. Міне әптен сүті шыққанша араластырыңызда, сосын сеткіден өткізесіз бұлай. Міне кейіңіз. Сүт ағып жатыр. Көрдіңіз ба? Сүт ағып жатыр. Осыны, мұнасын сығып бұлай сүтін бәрін шығарып, сосын бұны жымықтарын төгіп, мұнаны қайтадан бұлай саласыз да, жөнеге мұнау жаңағы ағызған сүтті қайтадан мұнда құясыз. Сөйтіп бірнеше рет осыны қайталап отырсаңыз, сүтіңіз қою болады. Міне екінші айналым, сол сүтті қайтадан тағы бір айналымға өткіздік. Сонда сүтіңіз қою, витаминдері де қалың болады. Мінекей. Өстіп сығып, нелерін шығарасыз. Мұнаны қазір нан жасаймыз, соған қоса салсаңыз болады. Тастамаңыз. Бұл деген табылмайтын витамин, толған клетчатка. Міне екі айналымда өстіп, міне көріңіз қандай қою сүт болды.
мынау деген еш жерде сатып ала алмайсыз. Табиғи таза, іші толған витамин. Бұл енді супер витаминный сүт десе болады. Бұны деген жаңа бала емізіп жүрген кісілерге де емізсе, бала деген өте жақсы сүт қою болады, баланың денсаулығы күшті болады. Үлкен кісілерде, жатып қалған кісілерге де беріп, оларды аяқтарына тұрғызуға болады. Бұның енді керемет күші деген құдіреті өте күшті. Оны интернетке кіріп тағы да қараңыздар. Келесі біздің шығаратын өніміміз ол нан болады. Қарап отырыңыздар. Ассалаумалейкум бауырлар. Міне өскен бидайды мясорубкадан өткізіп, өнігейін оған кішкене ұн қосу керек. Мінекей өткен бидай ұн қосып, сосын кішкене тұз қосып, сәл-сәл тұз қосып, сосын мынандай специально мына ыдыстарға жалпақ қып салып, сөнігін духовкаға саламыз. Соны көріп отырыңыздар. Бірақ мен мынаның дәмі өзіме ұнайтын болғаннан кейін мына тұзды қосам, сосын кішкене чеснок қосам, өнігін имбир қосам, өнігін мына зирадан кішкене қосамын, дәмі кіру үшін. Бірақ сіздер олай істеу міндет емес, өздеріңіз тек қана тұзға салсаңыз да дәмді болады. Маған мынандай ұнайтын болғаннан кейін осылай қосамын. Оны мына блендерге салып, жылы су құямда, сосын дайындап алғаннан кейін мұнымен араластырамын, болды. Тұзды суды қосып, жаңа мен салғандарымды салу сіздерге шарт емес. Маған ұнайтын болған соң салғаным, атақ тұзды сумен ғана кішкене осылай ете саласыздар да. Сосын алып, бұлай тұзға саласыз. Міне өстіп, мына формаға астына қағаз салып, специально осылай обязательно қағаз салғандарыңыз дұрыс. Өстіп, қалыңдығы бір саусақтай болса жетеді. Сонда жақсы піседі ол. Өсіп дайындап аласыз. Бүйтіп кесіп қойған дұрыс. Ертең піскен кезде бұны алуға ыңғайлы болады. Өсіп квадрат қып бұлай. Шик түрінде осылай кесіп алған дұрыс. Ыңғайлы болады алуға. Міне 1 сағат уақыт өтті. 1 сағат 10 минут уақыт өтті. 220 градусқа қойылған температура. Міне нан пісті. Бұны қалай білуге болады піскенін? Мынау иісі шығады, нан піскенде. Сөнігойын бұлай нанды бүйтіп ұрып көресіз, міне тыңдаңыз. Көрдіңіз бе? Сонда тоқылдау керек ол. Бітті. Одан ары қарай пісірудің қажет жоқ. Осындай түрде ол өзі қазір суып, өзі дайын болады. Болды. Одан ары қарай қатты пісірудің керек жоқ. Болды. Енді мынау сұрақтарға жаңа бұл тірі нан дейді, витаминдері өліп қалады ғой піскенде дегенге, оған бұлай, бұның витамині 250 градусқа дейін шыдайды. Интернетке кіріп, жақсылап қарап оқып көрсеңіздер, бұны неше түрлі формада жасайды, бірақ бізге осындай формада жасаған қол. Ассалаумалейкум бауырлар. Мынау пророщенный бидайдан, өскен бидайдан мясорубканы өткізген бұлай кашасын алып, мынандай қазанға кішкене сүт құйып, бір бұрқ еткізіп қайнатасыз, кішкене тұз саласыз, сүтке бір қасық сармай саласыз, болды. Бітті, каша деген осы. Бұны көп қайнатып сүрудің қажет жоқ. Бір кісілер сұрақ қойыпты, бұл деген қайнағаннан кейін жаңағы витаминдердің бәрі өліп қалады ғой деп. Жоқ, оның витаминдері өлмейді. Себебі бұның сондай бір жаңа қасиеттілігі 250 градус температураны шыдап береді. Мынандай өскен бидай. Бұны пісірсеңіз де, нан пісіргенде де, көже жасаған кезде де, осындай құймақ жасаған кезде де, каша жасасаңыз да, оның витаминдері сақталып қалады сол күйінше. Бұны бекер тірі тамақ деп айтпайды, живая еда деп, бұның енді ішіндегі витаминдері қаншалықты көп, қаншалықты керемет екенін, ішінде деген жаңағы пайдалы майлар да бар,
жаңағы витаминнің 4 түрі бар. Өнігөйін самый главный былай өскен кезде ол деген 10 есе соның ішіндегі бар нәрселер, бар пайдалы заттардың бәрі 10 есе көбейеді, күшейеді. Сонда күшті энергия пайда болады да, сол энергияның арқасында өстіп өседі ғой ол. Именно өсіп келткен кезде біз оны пайдалануымыз керек. Енді кашаны өстіп жасап жесеңіздер болады. Сосын егер мынау нелері бидайларыңыз артылып қалса, немесе үлгермей жатсаңыз, оны алып банкіге бетіп холодильникке салып қойса болады. Мінекей көрдіңіз ба? Бұл деген холодильникте өте жақсы сақталады. Өнігөйін бұның бір жақсысы, бұл деген тез өсіп кетпейді. Бізге өскеннің уже қажеті жоқ. Өйткені өскен сайын бұл сабағына кетеді ғой күштің бәрі. Сол үшін осылай банкіге салып, осылай қойып қойыңыз. Өнігөйін шетінен алып, тағы пайдалана берсеңіз болады. Нам пісіресіз ба, басқа напиткілер жасап ішесіздер ма? Мен алдыңғы видеоларымда көрсеткем, қалай бұдан күшті напиткілер жасауға болады. Әлі де көрсететін боламын. Сол үшін осы өскен бидайды қалайда қолға алып, денсаулықтарыңызды түзіп жүргендеріңіз өздеріңізге өте пайдалы болады. Бұның мысалы жаңа емдік қасиеті, бұның күші адамға сондай әл күш қуат беретіні, адамның организмін бір сөзбен айтқанда жасартады ғой. Қанды тазалайды, тамырларды кеңітеді, бүткіл органдарыңыз күшті жұмыс істейтін болады. Бұны қолға алып, жақсылап үйреніп алған дұрыс болады. Ассалаумағалейкум бауырлар, мінекей. Машалла, машалла. Мына нандарыңызды қараңызшы, қалай әйбет піскен. Міне бұлай бөліп қойыңыз дедім ғой, кесіп, сонда оңай болады бұлай бұзылғанына. Мінекей, көрдіңіз ба? Міне піскен нан. Керемет не. Мына қалынырақ әдейі жасап көрдім, қалай болар екен деп. Сонда да міне керемет, мінекей, бөлініп тұр. Қараңыз, мінекей. Мына екіншісі, бұл үстінде тұрған жаңағы ненің духовканың, бұл да қараңыз, міне. Қандай әйбет піскен. Мінекей, міне. Жұмсақ көрдіңіз ба? Бұны бейтіп алып, бұлай, міне, мына сармайдан бірам жағып тұрып, бисмиллахир-рахманир-рахим деп. Керемет, керемет. Нанымыз өте керемет болыпты. Бүгін күні кешке дейін таң атпастан сіздер үшін қызмет етіп жатырмыз. Жеңгелеріміз екеуміз. Міне, енді мынау нені қараңыз. Алдыңғы кашам ғой, көрсеткеме, сүтке, мынау өскен бидайды мясорубкадан өткізіп, осылай қайнап тұрған сүтке саласыз болды, май саласыз. Кәдімгі каша, міне, қай жері кем кашадан. Зато бұл кашада бұндай каша табамайсыз еш жерден табамайсыз. Магазинде сатылмайды. Бұл натуральный, Алла тағаланың бере саған таза өнімі, өзіміздің шығарғанда қолдан жасап. Көрінген бір түсініксіз кашаны жеп көргенше, осылай өздеріңіз жеп, бала шағаларыңызбен денсаулықтарыңызды түзеп жүргенге не жетсін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ойба, керемет. Енді ештемемен бұлай салыстыруға болмайды да. Натуральный нәрсе, таза өнім, ол таза өнім. Көрдіңіз ба? Бұндай егер осылай үнемі тамақ жеп жүрсек, біз ауырмаймыз, біз мықты боламыз. Денсаулығымыз өте күшті болады. Өнігөйін айттым ғой, бұның ішінде витамин өлмейді осылай 250 градусқа дейін. Өнігөйін бұл өскен кезде, өсіп атқан кезде бұның ішіндегі витамин 10 есе көбейеді дедім. Ойлаңызшы, бұл не деген керемет нәрсе. Просто Алланың бізге сыйлыққа бере салған нәрсесі ғой. Енді жаңағы бұның ішіндегі витаминдар біздің организмді жасартады, қанымызды сүйітіп, жаңағы қан тамырларымызды ашып, басқа не керек, бауырлар? Ассалаумағалейкум, бауырлар. Мынау пророщенный бидайды ары қарай өсіріп атым. Көрдіңіз ба, міне сарғайып, жасыл болып келе жатқан. Ол өседі.
где-то осындай бір 10 сантиметр, 15 сантиметр өскеннен кейін олардың бәрін кесіп алып, сосын оны соковыжималкадан өткізіп сок жасаймыз. Оны болашақта өскен кезде көрсетемін. Мына уже 3 күндей болды тұрғанына. Көреміз қалай өсер екен. Енді қазір пророщенный пшеницадан қалай конфет жасағанымызды көрсетемін. Міне, мынандай конфеттер жасадық. Апаларыңыз екеніміз өтер көрекші қалай болар екен деп. Мынау өскен пророщенный пшеницаны, өскен бидайды алдыңғы видеода көрсеттім ғой, бірнеше видео шығардым, сонда қалай мясорубкадан өткіздік. Сол мясорубкадан өткен кашасын соны алып, жақсылап кішкене ғана бал саласыз да, сосын жақсылап тұрып қысып, өнеген құрт қысап, осындай дөңгелек шариктер жасап қойсаңыз болды. Анау сыртындағы мынау несі, ұнтағы, ол уатылған, кофемолкадан уатылған тыквенный семечка, асқабақтың дәні. Жай шемішке екеуісі қосылған. Ол туралы алдыңғы бір видеоларда айтып кеткен болатын, қандай полезный нәрсе екенін, қанша пайдалы нәрсе екенін. Так что бұл натуральный конфет, бұның ішінде бір лишний нәрсе жоқ қой, чтобы айтатын мұнау химия ғой деген сияқты. Бәрі натуральный. Бидай өзі өседі, осылай өнеді, сөнеген алып, турап, сол кезде жеу керек деп. Бұның іші толған витамин туралы мен көп айттым. Осындай конфеттер балалар да сүйсініп жейді, таласып тұрып жейді. Дәмді ғана емес, денсаулығымызға өте зор. Бұның іші толған витамині. Қазір көрсетейін біреусін. Бисмилля. Не. Қойып көрсетейін. Іші толған бидай көрдіңіз бе? Бал араласқан бидай ғана болды, басқа ештеңке жоқ. Осылай жасап қойсаңыздар, балалар деген таласып тұрып жейтін болады. Зато денсаулықтар түзеледі. Өздеріңізде күніне 1-2 осын жеп алсаңыз, бір күнге витаминге толасыз. Ассалаумалейкум, бауырлар. Бүгін плов из пророщенного зерна деген тағам жасаймыз. Яғни өсірілген бидайдан палау жасаймыз, қазақша айтқанда. Етін жақсылап қуырып алғаннан кейін, пиязын қосып, сәбізін қосып, қалай сіздер палау жасап жатсыздар, тура солай, тек жаңағы күріштің орнына мынандай өскен, өнген дейміз ба, осындай бидай саламыз. Міне мынау уже жарты сағат судың ішінде тұрды, бұғып, айбет болып тұр. Енді қазір бәрі дайын болған кезде ең артынан осыны қосамыз. Сол бидайды салып болғаннан кейін арасына мұна зираны қосамыз. Тұзын бәрін тексеріп болғаннан кейін. Соны қарап отырыңыздар. Пловтың суы бәрі дайын болды. Енді күрішін салатын уақыт келді. Күріштің орнына осылай өсірілген бидайды саламыз. Болды. Бұның қандай пайдалы екенін алдыңғы видеоларда айтып кеттім. Бұны жаңағы осындай ыстық неше түрлі тамақ жасағанда оның ішіндегі витаминдер, өте көп витаминдер, өскен кезде көбейеді деп айттым. Олар 250 градусқа дейін өлмейді. Яғни витаминдері сол қалпында қалады. Алла қаласа, енді плов дайын болған кезде қарай жалғастырамыз. Машалла, міне бауырлар, біздің пророщенный пшеницадан жаңағы өсірілген бидайдан жасап атқан палауымыз дайын болды. Міне қараңыз, қандай әдемі болды. Кәдімгі палаудан іш жері кем емес. Бұны енді апаңыз айтып отыр, бұның суын кішкене азырақ құю керек екен деп.
енді былай жасап көріңіз, суын азырақ құйып, көбірек құйып, әртүрлі неде кәсіппен жасап көріңіз. Самое главное, сіз білесіз, что бұл өте пайдалы ас болады, денсаулыққа зор болады. Енді мынау бір атақты дәрігер кісі кезінде айтыпты, егер сіздің жеген тамағыңыздың бәрі сізге ем болу керек деп. Ал егер жеген тамағыңыздың бәрі сізге ем болмаса, онда сіздің тамағыңыз дәрі болады деп. Құдай сақтасын. Сол үшін өстіп неше түрлі көріп, үйреніп, денсаулығымызды сақтап жүргенге. Ассалаумалейкум бауырлар. Қазір пророщенный пшеницадан, яғни өсіп өнген бидайдан, көріңіз, каша жасаймыз. Алдың видеода да көрсеттім, бірақ енді басқаша жасаймыз. Енді қарап отырыңыздар, міне мынау бидайды осылай мясорубкадан обязательно өткізген дұрыс болады. Өсіріп алғаннан кейін сосын ары қарай көрсетеміз. Міне мынау мясорубкадан өткізген бидайға просто мынадай су құясыз, қайнаған судан. Сүнігойын бүйтіп араластыра берсеңіз, өзі сүті шығады. Өзі сүті шығады, сүнігін кішкене газға қойып жылтамыз, май еритіндей температура көтерілсе болды. Мынандай бір қасық сармайдан саласыз, үйдің сармайы болған дұрыс. Мынау топленный сармай, қайырған май. Осыдан бір қасық салсаңыз жетеді, мынандай бір кастрөлге. Міне, болды. Мынау кішкене сыды, өте қатты сытудың қажеті жоқ. Болды, осы ерісін, сосын ары қарай тағы көреміз. Кашаны қатты сытудың керек жоқ, сол күйінше витаминдары қалсын. Сол үшін кішкене мынау май еритіндей состояниеға келсеңіз болды. Міне, болды енді. Енді газды өшіріп қояйық. Болды міне. Ал енді ары қарай қарап отырыңыз. Мынандай тыквенный семечканы қазір мына кофемолкадан өткізіп қосамыз. Сонда кашамыз деген витамины намного көбейеді. Мұның ішінде цинк көп деп айтқам. Цинк біздің ағзамызға қаншалықты пайда екенін өздеріңіз білесіздер, талай айтып кеткенмін. Сол үшін осы тыкваны жиі пайдаланып жүру керек. Тыкваның семечкасы ғой, мынау тыква деген асқабақ қой, асқабақтың семечкесі. Үлкен қасықпен 1-2 қасық қоссаңыз жетеді. Міне туралды. Міне кашамыз салқындады, кішкене майлар еріді. Ал енді мына тыквенный семечканы қосамыз. Қосып араластырамыз. Болды, міне осылай ең витамины күшті, керемет каша, табылмайтын каша осылай болады. Астарыңыз дәмді болсын. Ассалаумалейкум бауырлар. Мынау көрдіңіздер ме, біздің пророщенный пшеница деп айтып отырмыз ғой. Суп из пророщенной пшеницы деп айтуға болады. Қараңыз. Осы пророщенный пшеницаның пайдасы туралы қанша айтып отырмыз. Бұдан неше түрлі қандай өнімдер шығарғанымды алдыңғы видеоның бәрінде көрсетіп келе жатырмын сіздерге. Міне мына нан туралы айттым, пророщенный пшеницаның. Қараңызшы, іші толған витамин, клетчатка. Енді клад витаминов десек болады, да. Мына конфеттер, конфеты из пророщенного зерна. Бұл туралы да айттым, көрсеттім. Кімге қызық болса алдыңғы видеодан қарасаңыздар болады. Мынаны мен алдында жасағанымды көрсеткенмін, джим. Бұл жерде имбир бар, сосын қабығы мен лимон и бал. Енді бұл керемет нәрсе.
біздің қазір тем более күн салқындап жатқан кезде бүткіл организмге күшті защита вирустардан, инфекциялардан, простудадан. Қайналмаған сол күйінше. В общем, сыроедение ғой, былай қарасақ, міне көріңіз ба. И осенний салатты қосып постоянно жеп жүрген жақсы. Май жесеңіз, қолдың майын жеңіз, мейлі қандай қымбат болса да жазда бір алып қойсаңыз, керемет. Бұда ешқандай холестерин жоқ, таза май, таза өнім. Енді бұның бәрі ауырмай жүрудің бір кепілі десек болады. Енді особенно мынау мен алдында сіздерге плов жасағанымызды көрсеткенмін. Енді мынау борщ дейміз ба, суп десек дұрыс бола ма екен. Енді осылай етін бәрін жақсылап пісіріп алып, сорпасын көбірек қып жасап, дәмін көрсеңіз, дәмі енді бір жегеннен кейін аузыңыздан кетпейтін болады. Ол бір ғой. Екіншіден сіз білесіз, что бұл деген толған витамин. Бұл қандай үлкен градуста болса да витаминдері өлмейді деп алдыңғы видеоларда айттым. Оны интернеттен тағы да өздеріңіз пысықтап көріп алыңыздар. Польза пророщенной пшеницы, пророщенного зерна деп жазсаңыздар, неше түрлі жақсы ақпараттар алатын боласыздар. Ал енді бауырлар, ауырмаңыздар, денсаулықтарыңызды сақтаңыздар, ұзақ бақытты өмір сүруді Алла сіздерге нәсіп етсін. Аумин.